Барлығына сәлем. Сіз атақты нутелла пастасының құрамында шоколад жоқ екенін білесіз бе? Және мультфильм кейіпкерлері не үшін төр саусақты екенін біліп пе едіңіз? Бүгінгі видеода дәл сол сияқты қызықты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Көпшілік үшін Kinder Surprise балалық шақтағы басты естеліктердің бірі болды. Бұл ақштан басқа әлемнің барлық дерлік елдеріне қатысты. Бұл елде Kinder Surprise заңсыз болып табылады, және сіз Америкада ойыншық пен құнды шоколад жұмыртқасын сатып ала алмайсыз. Бұл тәттіні шетелден әкелуге тырысқаныңыз үшін айыппұл салынуы мүмкін, және айыппұл бірнеше мың долларды құрайды. Әсіресе Kinder заңсыз болып табылатын көршілес елдер Канада мен Мексика тұрғындары көп зардап шегеді. Ал кейбіреулер оны достары мен туыстарына ақшқа әкелгісі келеді. Зиянсыз тәттінің заңсыз болуының себебі неде? Әңгіме өткен ғасырдың 30 жылдарында ақшта қабылданған заңға байланысты. Оның ішінде жеуге болмайтын бөліктері бар. Шоколадты сатуға тыйым салынады. Kinder шоколадты жұмыртқасы 60 жылдардың аяғында ойлап табылды. Бірақ соған қарамастан, оны заң бойынша Kinder брендінен иелік ететін Ferrero компаниясы 2018 жылы заңды қалай айланып өтуге болатынын анықтап сата бастады. ақш базарында Kinder Joy жұмыртқалары, олардың құрамында ойыншық бар, бірақ ол жұмыртқаның сыртында болғандықтан заң ешбір жағдайда ресми түрде бұзылмайды. Тіпті Симпсоны мультфильмдерін көрмеген болсаңыз да, ондағы кейіпкерлердің қандай көріністе екенін ажырата алмауыңыз мүмкін емес. Барлығы ашық сары түсте. Сұрақ туындайды: неге сары? Мультфильм авторының түсіндірмесі бойынша, ол өз сериал кейіпкерлерін басқалардан айрықша болуын қалаған. Симпсондар 80-ші жылдардың соңына қарай көрсетілімге шыға бастаған, және автор өз туынды кейіпкерлерінің басқалардан қатты ерекшеленіп тұрғанын мақұл көрген. Мәнісі, теледидар көрермендері бағдарламаларды ақтарып отырып, ерекше сары түсті адамдарды көргенде тоқтап, назарын аударуы көзделген. Әрине, Симпсондардың табысын кейіпкер түсімен шектеп қоя салғанымыз әділетсіздік болар. Дегенмен, жетістіктің бір үлкен сыры сол болғанын мойындаған жөн. Айта кетерлік жайт: кейіпкерлерді ашық сары түспен көркемдеу Симпсондар мультихикаясымен шектелмеген. Мысалы, Губка Боб, Миньондар, тағы басқаларда назар тартудың осы тәсілін қолданған. Ересектерде балаларда Pixar мультфильмдерін жақсы көреді. Бірақ 1986 жылы 2 минуттық фильм басталғанға дейін экран сақтағышында қандай үстел шамының жанып тұрғанын адал жөңкелерден басқа ешкім білмейді. 1986 жылы 2 минуттық мультфильм шықты. Junior Sweet немесе Junior Sweet'те үлкенді кішілі үстел шамы допқа секіреді. Бұл мультфильм көрнекті нәрсеге ұқсамайды. Бірақ 80 жылдардың ортасында бұл компьютерлік анимация саласында нағыз серпіліс болды. Ол кезде барлық анимация 2D немесе жаңадан пайда болған Pixar компаниясы үшін қолдан жасалған. Бұл мультфильм өндірісіндегі жаңа технология әлеуетін көрсететін алғашқы жұмыс болды. Содан бері Pixar әлемдегі ең танымал анимациялық студия болса керек. Сондықтан дәл осы мультфильмдердегі кейіпкер компанияның символына айналды. Кофеге арналған қақпақтар өте қарапайым көрінеді, бірақ көптеген құпияларды жасырады. Олардың бірі бұл сусын ішетін жерде емес, инемен тесілгенде қақпақтың ортасында немесе жоғарғы жағындағы кішкентай саңылауы. Пластик бөтелкемен не болатынын есіңізге сақтаңыз. Бір жұтуда барлық суды ішуге тырысқанда, ол деформациялана бастайды. Бұл вакуумның әсерінен болады. Кофе шынаяқтарында солай болады, бірақ кішкене тесік арқасында ауа кофені айналдыра алады, бірлікті құйылады және кофе деформацияланбайды. Біз көптеген мультфильм кейіпкерлерінің бар болғаны 4 саусағы бар екенін байқадық. Бұл ең алдымен Mickey Mouse және Disney анимациясының басқа классикалық кейіпкерлеріне қатысты. Бірақ бірінші кезекте неге 4? Бұл барлық мультфильмдер екі өлшемді болған кезде аниматордың өмірін айтарлықтай жеңілдетеді. Өйткені әрбір 24 кадр 1 секундта сызылуы керек еді. 4 саусақпен қолды салу қаншалықты қиын екенін елестетіп көріңізші. Арадан уақыт өтіп, қолмен сурет салуды тоқтатты. Енді бұны компьютер жасайды. Бірақ соған қарамастан кейіпкерлерді 4 саусақпен бейнелеу дәстүрі сақталды. Disney кейіпкерлерінің қолдарының тағы бір таңғажайып айырмашылығы Mickey Mouse, Goofy, Pinocchio және басқалардың ақ қолғаптарының болуы. Бұл жағдайда бірнеше себептер бар. Олардың бір қолғап салу уақыты жануардың кейіпкердің шынайы қолдарынан әлде қайда оңай. Қолғаптардың ақ түсі 20-шы ғасырдың бірінші жартысында анимацияның ақ-қара болғандығына байланысты, және кейіпкерлер қараңғы фонда ақ қолғаптары жақсы көрінеді.
ақ қара экран, қимылдар әрбір кейіпкердің маңызды бөлшектері болып табылады. Әлемге әйгілі нутелла пастасы шоколадпен байланысты болғанымен, онда шоколад іс жүзінде жоқ. Бірдей какао бұршақтары пастаның барлық құрамының тек 4%-ын құрайды. Банкадағы заттардың 50%-дан астамы қант, 23%-ы пальма майы және 13%-ы фундук. Айтпақшы, нутелла өнімдеріне жаңғақтарды қолдану Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кездейсоқ басталды. Европада шоколад тапшылығы болды, сондықтан нутеллаға көптеген фундук қосылды. Италияда бұл жаңғақтардың көптеген түрі болды. Бірақ бұл пастаның жаңғақ нұсқасы соншалықты танымал болғаны сонша, бүгінгі жаңғақтардың кіруі какаоға қарағанда есе көп. Айтпақшы, нутелла құрамындағы қанттың мөлшері әр елге байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңыраушы түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.